Ее, ей или ему. Әлі шатассан, айырмашылығын білмесен, видеоны сонына дейін қара. Қазақ тілінде біз барлығын ол дей береміз. Ол кетіп бара жатыр, ол отыр, ол өсіп тұр, олар күтіп отыр. Ал орыс тілінде олай атай алмаймыз. Олар родқа байланысты болады. Мужской род, женский род деген сияқты. Егер сіз қызды айтқыңыз келсе, онда она дейсіз. Ал егер ұлды айтқыңыз келсе, онда он дейсіз. Мысалы, он стоит, яғни ұл бала тұр, она сидит, қыз бала отыр. Ал оны дегіңіз келсе, қызға ее дейміз, ұлға его дейміз. Его деп жазылады, его деп оқылады. Мысалы, я вижу ее, мен қызды көріп тұрмын. Я вижу его, мен ұлды көріп тұрмын дейміз. Сол сияқты оның заты деп айтқыңыз келсе, онда ее, его деген сөздерді қолданамыз. Ал егер оған деп айтқыңыз келсе, орыс тілінде ему дейміз ұлға, ал қызға ей дейміз. Оған